Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен бүгін таңғы асқа отбасыларыңызға өте дәмді ерекше ботқа дайындадым. Дәрумендерге бай, нағыз дәрумендердің қайнар көзі болып табылатын күріш және асқабақтан дайындадым. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қарауларыңызды сұраймын. Бізге ең керегі жуылған осылай күріш керек болады, асқабақ және сүт керек болады. Күрішімізді және асқабағымызды жақсылап жуып алып, ең бірінші асқабағымызды өткіштен өткізіп алатын боламыз. Өткіштің осылай майда көзінен жақсылап тұрып, мен қазір жарты асқабақ қолдандым. Ең майда көзінен осылай өткізіп алатын боламыз. Міне осылай өткізіп аламыз. Енді табамызға өткіштен өткізілген асқабағымызды саламыз және оның үстіне жуылған таза күрішімізді салатын боламыз. Асқабақ және күрішіміздің үстінен салқын суымызды құямыз және қайнатып алатын боламыз. Жақсылап біркелкетіп араластырып, отымызды қосып, 10 минут осылай қайнатып алатын боламыз баяу отта. 10 минуттан кейін тұзымызды және қантымызды салып, және оның үстіне сүтімізді құйып, тағы да 15 минут қайнатып алатын боламыз. Қантты өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады, қанттың орнына бал қоссаңыздар да болады. Сүтімізді де құйдық. Енді баяу отта қазанымыздың қақпағын жауып, 15 минут пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді ботқалардың бірі болып шығады, ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беруді ұмытпаңыздар. Балаларыңыз асқабақты сондай сүйсініп жейтін болады. Әдетте біз балаларға асқабақ жейдірте алмаймыз, ал бұл ботқада балаларыңыз сүйсініп жейтін болады. Міне біздің ботқамыз дайын, өте әдемі және дәмі өте жақсы болып шықты. Енді ыдысымызға салатын боламыз. Осылай шұңқыр ыдысымызға салып аламыз. Және оның үстіне сары май салуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді ботқа болады. Осылай майымызды және өзіңізге ұнайтын дәндерді салсаңыздар болады. Мен қазір грек жаңғағын салдым. Өте ерекше дәм береді. Міндетті түрде таңғы асқа балаларыңызға және отбасыларыңызға жасауды ұмытпаңыздар. Ерекше ботқалардың бірі. Әдеттегі ботқаларға қарағанда бұл тағамымыз өте дәмді және пайдалы болып шығады. Нағыз дәрумендердің қайнар көзі, иммунитеттері түскен болса, балаларыңыз дәл осы ботқаны таңғы асқа аптасына 2-3 рет жасап беріңіз. Өте пайдалы дәрумендерге бай ботқалардың бірі. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беруді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.